Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Біз қазіргі сабағымызда менің, сенің, оның, біздің деген сияқты жалғауларды, қосымшаларды қосып үйренеміз. Ең бірінші қараймыз. Ең бірінші мына жаққа менің деп жазамыз. Менің, сенің, мужской род. Сенің, женский родта, женский род. Но мужскойда. Оның, мужской род. Оның, женский родта. Және біздің деген сөз бар, е? Біздің. Бұл общий. Енді мына жерде сызып бөліп алайық біз. Бұлай сөз сызып бөлейік те. Мұнаған біз әріптерді жазамыз. Қараңыздар. Менің деген сөзді білдіру үшін кез келген бір сөзге мынау ияй әрпі жалғанса, ол менің дегенді білдіреді. Мысал ретінде қалам деген сөзді алайық. Қалам, я, ручка. Қалам. Енді менің деген менің қаламым деп айту үшін оған ияйды жалғаймыз. Қалами. Сұрайма? Ал енді сенің деп еркекті меңзеп айтқымыз келсе, кәні жалғаймыз. Оған қаламука. Уже қаламука десек, ол сенің қаламың. Кез келген сөзге кәфті кә деп жалғасақ, ол сенің, яғни еркісіні меңзеп айтамыз. Енді женский родта қызға айтамыз. Мынау сенің қаламың деп қызды меңзеп айтсақ, оған ки. Қаламуки. Қаламуки. Енді оның деп, бірақ еркісіні меңзейтін болсақ, мен кейде бұлай жазайын да, оның деп еркісіні меңзейтін болсам, оған ху жалғауын жалғаймыз. Мынау ки болды. Ху жалғауын жалғаймыз. Оның деп әйел кісіні меңзейтін болсақ, хә деп созамыз. Хә. Ал біздің деп айтқымыз келсе, нә. Мысалы, қаламуху. Оның әйел тегінде қаламуха. Оның қаламы. Мысалы, хәзә қаламуха. Бұл оның қаламы деп. Оның, ол кімді меңзеп тұрмыз? Әйелді меңзесек, хә. Енді біздің дегеніміз ол қаламуна. Қаламуна. Яғни кез келген сөзге нә дегенді жалғасақ, ол біздің деген мағынаны білдіреді. Мысал ретінде тағы да бір сөзді жазып шығайық мына жерге. Уммун деген сөзді, жалпы ол уммун деп жазылады. Мама деген сөз. Мына жерде қалам деп жазылады негізінде. Енді менің, сенің деген кезде яйды жалғадық, кәні жалғадық. Енді ана уммун деген сөзді менің мамам деп жазайықшы. Умми. Мына жерде мынандай болады. Умми. Сенің мамаң. Уммука. Уммука. Сенің мамаң, бірақ қыздыға айтып тұрмыз. Уммуки. Уммуки. Оның мамасы ұлды меңзеп тұрмыз. Ол дегеніміз еркек. Уммуху. Уммуху. Уммуха. Сосын біздің мамамыз деген уммуна. Уммуна. Нә жалғанды, хә жалғанды, ху, ки, кә, и. Кез келген нәрсеге осылай жалғай берсеңіз, уже мағынасы шығады. Енді сіз кемінде дәптерге 5 сөзге осы жалғауларды жалғау керексіз. Мысал, китап. Китаби, китабука, китабуки, китабуху, китабуха, китабуна. Мысалы, машина деген сөз. Сайярати, менің машинам. Сайяратука, сенің машинаң. Сайяратуки, сенің қыздың машинасы, яғни сенің деген ол қыз. Сайяратуху, оның машинасы. Сайяратуна, біздің машина. Арада не қалып кетті? Мынау қалып кетті. Сайяратуха, оның, яғни әйелдің машинасы. Дәл сол сияқты дәптеріңізге 5 сөзді сіз жазып шығу керексіз. Өйткені мынау сізге жаттау үшін оңай қолдану үшін кемінде 5 сөзді практиковать ету керексіз.
осымен менің сенің деген қосымшаларды жалғауларды осылай жалғаймыз.